Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын блины дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты салып, сүт құйып, араластырып аламыз. Одан соң сұйық май құйып араластырамыз. Одан кейін үстіне бір бокал қайнаған су құямыз. Ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табаны аздап майлап, үстіне осылай құйып, екі жағын пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бұл жерде блинчиктерге ешқандай сода қосылмайды. Дәмі өте әдемі болып шығады. Және мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.